Внимание, товарищи! Спокойно. Занимайте свои места. Товарищ в пятом ряду, не разговаривайте. Вы мне мешаете. Біздің сүйікті дәрігер фильміндегі мына кейіпкер кімге сөйледі? Басында біз оны жаттығу жасап жатқан адамға айтты деп ойлармыз. Бірақ фильмнің соңында осы кейіпкер қайтадан камераға қарап сөйлейді. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? Мой адрес Алматы. Яғни ол басындағы сөздерді персонаждарға емес, бізге, көрермендерге арнады. Бұл төртінші қабырғаны сындыру. Төртінші қабырға ұғымын алғаш рет француз драматургы Дени Дидро енгізген. Ол қойылым әлемін шектеп тұрған үш қабырғадан бөлек, қойылым мен көрермендерді айырып тұрған көрінбейтін төртінші қабырғаны білдіреді. Содан бері бұл амал әдебиетте де, театрда да кеңінен қолданылып келеді. Ал кинематографта алғаш рет кеңінен ағайынды Маркстың «Жануар ұрлағыштар» фильмінде қолданылды. Бұл амал қойылымның не фильмнің өздігінен өмір сүретін әлем емес, көрермендерге арналған шығарма екендігін көрсетеді. Сонымен қатар, көрермендердің шығарма әлеміне тереңірек енуіне көмектеседі. Немесе, әншейін персонаж өзінің ойдан шығарылған туынды екенін біледі. Fourth wall break inside a fourth wall break.